бірақ өтірікпен қалжыңдайтындар бар. Оны қазіргі таңда мынау пранк деп қояды. Пранковать етіп жүрміз дейді да, әртүрлі жақсысы бар, жаманы бар, көңілге тиетіні бар, көңілге тимейтіні бар, әртүрлі деңгейде адамдарды осындай қалжың араластырып, өтірік араластырып, пранк жасай беретін болып кетті да. Соларға бір ауыр пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадисі бар екен. Уайлун лиллади юхаддису фаякзибу лиюдхика бихил қаум. Уайлун лаху. Адамдардың арасында өтірік сөздермен адамдарды күлдірту үшін қалжыңдау, бұл Алланың азабына жеткізеді. Ондай адамдар екі дүниеде оңбайды деген хадис бар екен. Қалжыңдағанда да адам өте сақ болу керек. Шындықпен, дұрыстықпен, бір жақсылыққа жетелейтін нәрсемен, адамның көңіліне тимейтін, адамның екі дүниелік ісіне әсерін бермейтін деңгейде қалжыңдасаң, әдемі қалжың, орынды қалжың дейді оны. Орынсыз деңгейде, немесе шектен шығып қалжыңдап жеру, бұл былайша айтқанда, мына жаңағы хадистің айналасына кіріп кету қаупі әбден мүмкін да.